Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағы 8-ші сынып 3-ші сабақ. Бөлім, білім, ғылым, инновация. Сабақтың тақырыбы болашақтың кілті ғылымда. Оқу мақсаты тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау. Мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау. Бағалау критерийі. Мәтіндегі тірек сөздерді анықтайды. Автор көзқарасы арқылы негізгі ойды табады. Тақырып бойынша берілген мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасайды. Балалар, ой-түрткі сұрақтарға жауап беріңіздер. Ғылым сөзі қандай мағына береді? Сендер қандай ғылым саласын білесіңдер? Өлеңді мұқият тыңдап, төмендегі тапсырмаларды орындаңдар. Балалар, бұл жолбасы даналыққа. Келіңдер, түсіп байқап қаралық та. Бұл жолмен бара жатқан өзіндей көп, соларды көре тұра қалалық па. Даналық, өшпес жарық, кетпес байлық. Жүріңдер, іздеп тауып алалық та. Ахмет Байтұрсынұлы. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңдер. Ақын, даналық деп нені айтып отыр? Өзіндей көп бұл жолмен бара жатқан дегенді қалай түсінесіңдер? Даналық адамға қалай жетеді? Ақынның іздеп тауып алалық деп отырғаны қандай игіліктер? Екінші тапсырма. Өлеңнен автордың көңіл күйіне қатысты 5 тірек сөзді анықтаңыз. Дескриптор. Білім алушы автор көңіл күйіне қатысты 5 тірек сөзді анықтайды. Үшінші тапсырма. Попс формуласы. Мәтіндегі автордың түрлі көңіл күйін сипаттай отырып, өлеңнің идеясын қолданыңыз. Бірінші сөйлем. Менің ойымша, өлеңде автордың көңіл күйі байқалады. Екінші сөйлем. Себебі оны былай түсіндіремін. Өлеңдегі көңіл күйге қатысты ақпарат жазыңыз. Үшінші сөйлем. Оны мына мысалдармен дәлелдей аламын. Өлеңнен дәлел жазыңыз. Соңғы сөйлем. Осыған байланысты мынадай қорытынды шешімге келдім. Өлеңнің идеясын жазыңыз. Дескриптор. Білім алушы автордың көңіл күйін анықтайды. Өлеңнен көңіл күйге қатысты дәлелдер ұсынады. Дәлелдер негізінде автор идеясын анықтайды. Оқылым. Екі мәтінді түсініп оқыңыз. Төмендегі тапсырманы орындаңыз. Бірінші мәтін. Шәкәрім Құдайбердіұлы жастарға. Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық. Арам, айла, зорлықсыз мал табалық. Өшпес өмір, таусылмас мал берерлік. Бір білімді данышпан жан табалық. Ал енді олай болса кім алалық? Қазақта қай жақсы бар сөз саларлық? Шын іздесек, табармыз шыны ғалым. Күнде күйлей бермелік боз балалық. Сақ болалық, бір шоқып, бір қаралық. Қарауылдар мезгіл ғой, тұр қаралық. Жүз айтқанмен өзгенің бәрін надан. Жалыналық абайға, жүз баралық. Екінші мәтін.
Қазақтың жас ғалымы Нұрғали Ақылбеков бактерияларға қарсы 10 есе биологиялық белсенділік көрсететін препарат ойлап тапты. Оның осы өнер табысы Ресейде патенттеліп, халықаралық дәрежеде танылды. Заманауи физикалық, химиялық талдау қондырғыларын еркін меңгерген Нұрғали Ақылбеков аз уақыттың ішінде ғылымға зор үлес қосты. Ол бұған дейін Арал өңірінің мұнаймен ластанған топырағын биопрепараттар арқылы тазарту технологиясын құрастырған болатын. Енді медициналық химияда өзіндік қолтаңбасын қалдырып отыр. Оның еңбектері еуропалық басылымдарда бірнеше рет жарық көрді. Сол жылы Нұрғали Қазақстанның мемлекеттік дарын жастар сыйлығына иеленді. Кестені толтырыңыз. 2 мәтінді талдаңыз. Мәтіннің түрін, стилін, жанрын, негізгі идеясын анықтаңыз. Айырмашылығы мен ұқсастығын табыңыз. Дескриптор. Білім алушы мәтіндердің түрін анықтайды. Мәтіндердің стилін, жанрын анықтайды. Негізгі идеясын ашады. Мәтіндердің айырмашылықтарын ажыратады. Мәтіндердің ұқсастықтарын анықтайды. Кері байланыс. 2-3-1 стратегиясы. Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпаратты жазыңыз. Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспектіні жазыңыз. Бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс-әрекетті жазыңыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.